Ассалаумағалейкум көрермен, Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар тізгінде Асаубек Айымбетов әріптестерім дайындаған ақпараттардың ең негізгілеріне тоқталайық. Мектептерге шектеу шаралары енгізіле ме? Елде жылдам таралған жаңа вирусқа қатысты тыйымдар сөз бола бастады. Метапневмовирусты қанша отандасым жұқтырған? Жай-жапсарын айтамыз. Жын шығарамын деп жазым қыла жаздады. 9 жастағы қызды қинаған емшінің әрекеті елді шошытты. Жеткіншекті өлтіріп қоя жаздаған ер адам жазалана ма? Боранмен арпалысқан полицейлер жолда қалғандарға шай қайнатып берді. 100-ге жуық жүргізуші мен жолаушылар жылыту орнына жеткізіліп, ыстық шаймен қамтамасыз етіп, бұрқасынан көлігі тұралаған бұқараның бәрі дін аман ба? Баспана алу бұрынғыдан да оңай болады. Елімізде жаңа ипотекалық бағдарламалар іске қосылмақ. Ол кімдерге арналған, талаптары қандай, үйден үміттілердің депозитінде қанша қаражат болуы керек? Қыс қаһарына мінді. Еліміздің бірнеше өңірінде қатты бұрқасыннан көліктер қар құрсауында қалып қойды. Осыған орай облыстық республикалық маңызы бар автожолдарда көлік қатынасы шектелуде. Өткен түнде бет қаратпайтын бораннан Алматы, Тараз, Түркістан бағыттарында күре жолдар мен Қостанай облысындағы тас жол уақытша жабылған болатын. Кеше кешкісін Жамбыл облысында қолайсыз ауа райы салдарынан 1050-ге жуық көлік қар құрсауында қалды. Оның 580-і жүк көлігі және 465 жеңіл автокөлік. Асудан аса алмай, діттеген жеріне жете алмай қалған көлік жүргізушілерінің айтуынша, облыстың таулы өлкесінде жылдағы жағдай осы. Әр жылы осындай кептеліс, әр жылы. Соған дайындық алдын ала шара көру керек. Осындай елдің осынша 3 күн, 2 күннен бері тұрғызбай. Қанша мың адам тұр ғой? Мен таңайдың тұрдық. Жоллардың бәрі қар болып жатыр, местами, бүкіл жер емес, местами. Соны дұрыс тазаланмай жатыр. Техника Қазавтодор, мынау жолда техника жоқ. Тазалап жүрген бірақ КамАЗ. Мында сенбесеңіздер барып көріңіздер. Соны тазаласа, мынандай болмайды. Қар құрсауында қалған жолаушыларды құтқаруға полиция қызметкерлері мен 45 автоэкипаж жұмылдырылған. Олар көлік колонналарын қауіпсіз жерге жеткізді. Сонымен қатар жүздеген тұрғын жылы жерге орналастырылған. 100-ге жуық жүргізуші мен жолаушылар жылыту орнына жеткізіліп, ыстық шаймен қамтамасыз етіп, таңға дейін тынымсыз жұмыс атқарудың арқасында қазіргі таңда, яғни 8 қаңтар күні сағат 11 шамасында Шымкент бағытына қарай жол бағыты ашылды. Жамбыл облысындағы республикалық маңызы бар автожолдар ашылды. Қазіргі таңда 48 арнайы техника мен 72 маман жұмыс істеп жатыр. Жалпы кешеден бері Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізі арқылы көлік қатынасы қиындады. Түркістан облысындағы қарлы бұрқасы мен қолайсыз ауа райына байланысты Алматы, Ташкент, Термез тас жолына уақытша шектеу қойылған. Түркістан облысының автожолдарындағы ауа райының қолайсыздығына байланысты полицейлер жол қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, қиын жағдайға тап болған жолаушыларға көмек көрсетуде. Патрульдік полициясының қызметкерлері жол бойында тұрып қалған жүк және жеңіл автокөліктерін ертіп жүрді. Бұл жолдардың қауіпті учаскелерінде және нашар көріну жағдайда жүргізушілер мен жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жасалды. Өткен түнде Қостанай облысында науқасқа көмекке барған жедел жәрдем дәрігерлерінің өздеріне көмек қажет болды. Құтқарылғандардың арасында реаниматолог дәрігері мен жедел жәрдем фельдшері, сондай-ақ 2010 жылы туған жасөспірім мен ер адам болған. Арқалық қаласы өңірлік қаласына бір дәрігер, бір фельдшер. Амангелді ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің трикол автокөлігінің. Сондай-ақ аймақ құтқарушылары жолда қалған екі көлікті қауіпсіз жерге шығарып, ақтүтек боранда адасып кеткен малшыны тапты. Төтеншеліктер алдағы күндері қолайсыз ауа райында сапарға шықпауға кеңес береді. Синоптиктердің болжамынша республиканың 13 облысының тас жолын қар басып қалуы мүмкін. Бердібек Қарымбай, Еуразия бірінші арнасы. Алматы қалың қардың астында қалды. Түннен бері жауған ағылпа қалада халықаралық әуежайдың жұмысын тұралатып, рейстер бірінен соң бірі кейінге шегерілуде. Ал алып шаһардың коммуналдық қызметтері қала көшелерін қардан тазартып үлгермей жатыр. Таксиге тапсырыс берген жолаушылар да көлікті 20-30 минут бойы күтуге мәжбүр болған. Күн райының күрт нашарлауы Алматы әуежайындағы жағдайды күрделендіріп жіберді. Таңнан бері ұшуы тиіс ішкі және шетелдік рейстер бірінен соң бірі кейінге шегерілуде. Діттеген жеріне жете алмаған жолаушылар не істерлерін білмей сабылып жүр. Дегенмен жағдайға түсіністікпен қарап, наразылық білдіріп жатқан ешкім жоқ. Екіде ұшу керек болған, скат қой, Астанаға қой. 5-10-ға ауыстырды, 5-10-нан қазір 3-10-ға ауыстырды.
опоздание сол осы бала шағамен абыр сәл қар жауса, сәл тұман болса болды ғой, әдеттері осы ғой. Бала шағамен абыр-сабыр жүріп жүресің. Әуежайдың барлық қызметкерлері күшейтілген жұмыс режиміне көшірілген. Олар ұшу-қону алаңдарын қардан тазартып, тыным таппауда. Кей әуе рейстері 1-2 сағатқа кешіктірілсе, кей бағыттар 9 сағатқа дейін шегерілген. Жағдай түс ауа сәл реттеліп, рейстерді қабылдап, ұшақтар ұша бастады. Жауаптылар жолаушыларға қолдан келгенше қолайлы жағдай жасап жатқандарын жеткізді. Для обеспечения комфортных условий пассажирам. Ұшақтардың кешігуін азайту және жолаушыларға жайлы жағдай жасау үшін әуежай және әуе компаниялары бірлесе жұмыс істеуде. Күту залдарында отырғандарға ыстық тамақ, жеңіл тағамдар және сусындар беріп жатырмыз. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ұшақтарды мұзға қарсы өңдеу жұмыстары барлық талапқа сәйкес жүргізілуде. Жарым түнде басталған қар 11-ге дейін тоқтаусыз жауды. Қардың қалыңдығы қаланың ішінде 14, таулы аумақтарда 20 сантиметрге дейін жеткен. Түнгі бірден бастап мұз қатырмайтын сұйықтық себіліп, таңғы 4-тен бері көшелерді қардан күреу басталған. Бұл жұмыстарға 1100-ден астам жұмысшы, 475 техника жұмылдырылған. Қала басшылары шаһардың орталығын 3 күнде шеткі аудандарын бір аптаның ішінде қардан тазартамыз деп отыр. Қазір көріп отырсыздар, мұнда жолдан мынандай вал жасап, мынандай жүк машинесіне тиеп, осы қаладан арнайы жерлерге шығарылып жатыр. Бұл жұмыс орталық көшелерден алғашқы басталады, өйткені бұл басымдылық көбірек қалалықтар жүретін болғаннан кейін көп көлік қатынайды, көп қалалықтар жүретін жерді алдымен тазалаймыз. Бұдан кейін барып аудандық көшелерге көшеміз бірден. Жаңбыр немесе қар жауғанда көшелер кептеліп қалатын Алматының көшелері бүгін бос. Оқушылар мен студенттер каникулда болған соң көлік нөпірі азайған. Дегенмен жүргізушілер қаланың шеткі жақтарында қардың тазаланбағанына наразы. Синоптиктер жел күшейіп, көктайғақ болатынын ескертуде. Ұлан Тәліпбай, Максим Шулепов, Алматыдан. Атырау облысында бұдан 5 ай бұрын балық аулауға шығып із-түзсіз кеткен адам өлі табылды. Марқұмның денесі Индер ауданына қарасты Елтай ауылының маңындағы өзенге батып кеткен көлікте жатқан. 2025 жыл 7 қаңтар сағат 14:30. Қазіргі таңда қажетті сараптамалар тағайындалды. Оқиғаның мән-жайын анықтау мақсатында тергеу жүргізіліп жатыр. Полицияның хабарлауынша 7 қаңтарда жергілікті шопан өзеннен көліктің шығып тұрғанын байқаған. Бұл ақпарат тез арада тиісті органдарға жеткізіліп, қызметкерлер кранмен мұзды жарып, су астынан Лада көлігін алып шықты. Ал оның ішінде былтыр тамыз айында хабар ошарсыз кеткен 53 жастағы ер адамның денесі жатыпты. Ал Қызылорда облысында тәртіп сақшылары жазым бола жазда. Тас жолда жүк көлігінің тіркемесі патрульдік полицияның қызметтік автокөлігінің үстіне құлап жаншып тастады. Оқиға былай болған. Полицейлер жол бойында соқтығысқан темір тұлпарларды рәсімдеп, қайта көліктеріне оралған екен. Сол тұста жылқы тиеген MAN маркалы жүк көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалып, қарсы бағытта келе жатқан екі бірдей темір тұлпарға барып ұрылған. Фурған астында гайдың машинасы алып болған. Мыштан екі зор қалдық ішіне. Оқыс оқиға салдарынан көліктің жүргізушісі, жолаушысы, екі полиция қызметкері түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Бұл іс бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттері басталған. Еміздеп ажал құшты. Қарағандыда жекеменшік клиникаға жоспарлы ота жасатуға барған ер адам бақилық болды. Марқұмның жарының айтуынша алаңда медициналық мекемесінде операция жасардың алдында күйеуіне анестезия егілген екен. Содан кейін оның тынысы тарылып, демі үзіліпті. Асыраушысынан айырылған әйел осы уақытқа дейін отаға дайындық қалай жүргізілгені белгісіз дейді. Дәрігерлердің қант диабеті мен қан қысымы сияқты түрлі ауруларының бар жоғын анықтамай жатып, күйеуіне операция үстеліне жатқызғанына да аң-таң болып отыр. Тіпті клиника қызметкерлері о дүниелік болған жақындарына ескертпестен денесін жеке мәйітханаға жіберіпті. Жай жапсарды білу үшін тілшіміз алаңда клиникасына бірнеше рет хабарласты. Ондағылар сілтеген нөмірге қоңырау шалып та көрді, бірақ еш жауап жоқ. Полицейлер осы факті бойынша қылмыстық іс қозғап, марқұмның денесін сот медициналық сараптамаға жіберіпті. Аталған дерек бойынша адам өліміне алып келген медицина немесе фармацевтика қызметтерінің кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамауы бабымен сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтау бойынша жан-жақты тергеу амалдары жүргізілуде.
Асқан айуандықпен зорланған бойжеткеннің жақындары араша сұрап шыр-пыр болып жүр. Бұл жан түршігерлік оқиға былтыр 14 мамыр күні Ақтауда болыпты. Кешкілік уақытта жұмыстан үйге қайтқан қызды 5 жігіт күштеп көлікке ұрып соғып отырғызып Жанармай бекетінің маңында ойларына келген істеген. Тіпті әбден қорлағандары аздай, бірі күштеп естірткі берген. Бейәдеп бейнежазбаларды көрсетіп зорлаған, сосын жәбірленушінің атынан 2 миллион теңге несие рәсімдепті. Көрген қорлығы жайлы нәзік жан соңғы демі үзілердің алдында жақын құрбысына айтып беріп, кейін сұмды оқиғадан ағасы да хабардар болған. Араға 3 күн салып бойжеткен 9-шы қабаттан секіріп көз жұмған. Полиция кінәлілерді анықтап, сот оларды жауапқа тартыпты. Біреуі 20 жылға, қаланы 7-8 жылға түрмеге қамалған. Бірақ марқұмның туған бауырлары соттың шешімімен келіспейді. Қара жамылғандар қылмыскерлерге қатаң жаза тағайындалса дейді. Сот сенің апаң 9-шы этаждан жағдай 3 күн өткеннен кейін өзі секіріп кетті. Бұлардың манағы жасаған, зорлаған, наркотик ескеткен, қамаған әрекеттерінен емес, ол өзі секіріп кетті деп. Желтоқсанның 19-ында қалалық соттың үкімі шықты. Біз ол шыққан үкіммен ешқандай келіспейміз. Мемлекеттік айыптаушының сұрап отырған Сейтқалиев Нұргелдіге өмірлік бас бостандығынан айыру, қалған 4-еуіне 16-17 жылдан беру, сол шешімге қабылдасын деп күтіп отырмыз. Жын шығарамын деп жанын шығара жазды. Атырау облысында емшінің 9 жастағы қызды қинап жатқан видеосы тарады. Кадрда оның баланың қолын байлап, тамағынан қылғындырып жатқаны байқалады. Ер адам осылайша оқушының ішіндегі жынмен тілдесуге тырысқан. Жасың нешеде қазір? 19-да? 19-да ма? 19-да қызың несегін ғой, да? 1000 жылдысың ба, 100 жылдықсың ба? 1000 жылдықсың ба? Жеткіншектің жынын шығарамын деп жанын қинаған Кейқуат Оспанов есімді азамат екен. Өзін ислам медицинасының өкілі деп таныстыратын көрінеді. Оқиғаны бала құқықтар жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева бақылауға алған жеткізді. Мобильді аударымдарды бақылауға алып, жеке нөміріне көп ақша түсетіндерге айыппұл салу мәселесі әлі талқыланып жатыр. Түбегейлі шешім қабылданған жоқ. Бұл жайлы вице-премьер Тамара Дүйсенова айтты. Оның сөзінше, қазіргі таңда тиісті мемлекеттік органдар осы ережені жан-жақты пысықтап жатыр екен. Біздің саламыздағы азаматтарда бұл мәселені қарастырып жатыр. Сондықтан біз өзіміздің мамандармен қарастырып болған кейін қосымша жауабын берейін. Мемлекеттік органдардың да пікірін қазір қарап отырмыз. Жалпы жаңағы айыппұлдан келіп шығады ғой барлығы. Бұл мәселе жөнінде біз Қаржы министрлігіне өзіміздің пікірімізді айтамыз деп отырмыз. Айта кетейін, жуырда мемлекеттік кірістер комитеті банктер биылдан бастап салық органдарына қазақстандықтардың былтырғы мобильді аударымдар жайлы ақпарат беретінін айтқан еді. Яғни 2024 жылы жеке нөміріне қатарынан 3 ай бойы 100-ден аса адамнан 255 мың теңгеден астам қаржы түскен азаматтар тексерілетіні хабарлаған болатын. Мақсат кәсібін заңды тіркемей, салықтан жалтарғандарды анықтау. Хабарламада кәсібін тіркемегендерге 58 мыңнан 393 мың теңгеге дейін ал кірісін жасырғандарға төленбеген салық сомасын 200% мөлшерінде айыппұл салынатынды айтылған. Ал азаматтар мобильді аударымдарды тек жеке мақсатта пайдалана алады. Метапневмовирусқа қатысты мектептерде шектеу енгізілуі мүмкін бе? Көптің көкейінде жүрген маңызды сұраққа оқу ағарту министрі жауап берді. Ғани Бейсенбаев әзірге мұндай қажеттіліктің жоқ екенін айтты, дегенмен оқушылар арасында алдын алу шараларының жасалып жатқан жеткізді. Әрі коронавирус кезеңіндегі тәжірибені алға тартып, бәріне сақадай саймыз деді. Пандемия кезеңі бізге сабақ болды, тәжірибе жинадық. Сондықтан жаман айтпай жақсы жоқ. Колледждер мен мектептердің бәрінде қажетті жағдай жасалған. Дегенмен біз денсаулық сақтау министрлігінің шешімін күтеміз. Журналистердің сауалына премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова да тоқталып, дүрлігудің қажеті жоқ екенін жеткізді. Өйткені вирустың шыққаны бүгін емес, 10 жыл болған. Жауапты ведомство дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ақпарат алмасып, жағдайды бақылап отыр деді. Ал Алматы облысында 500-ге жуық отбасы далада қалуы мүмкін. Жер анам бағдарламасымен жер алып, үй салғандар телімдерін заңдастыра алмаймыз ба деп елең алаң. Өйткені жоба құрылтайшысын құзырлы орындар заңсыз қудалап жатқан көрінеді. Ешқандай пайызсыз 50 мың теңге бастапқы жарнамен жер алуға мүмкіндік беретін елде жоқ бастамада кінәрат жоқ дейді Қараша. Жақсылық Жасланұлы жалғастырады.
Жеранам компаниясынан участке алып сүйем жерді саудалағанда жұрт көкейінде күдік болғанын жасырмайды. Бірақ бүгінде бәрі бақытты. Телімнің соңғы теңгесін төлеп, заңдастырып та үлгерген. Ал қарапайым қарашаның қарабасына қарашаңырақ тұрғызуға мүмкіндік берген кәсіпкер Ақылбек Меңдіғалиев алаяқ дегенге ешкімнің де сенгісі жоқ. Егер алданса, біз алданбаймыз ба? Міне қандай үлкен массивте тұрсыз сіз. Осы жердегі барлық адамдар сөйтіп 20 мың теңгеден бастап 35 мың теңгеге дейін төлеп, жер төлімін алып, үйлерін салып, кәдімгі шаңырақты болып жатыр. Бұл жалпы бағдарлама Қазақстанда өзі біреу ғана. 2016 жылдан бері Қарашаға қалтқысыз қызмет еткен компания мыңға жуық адамның кәдесіне жараған. Кемертоған ауылына қоныс тепкен көпшіліктің айтар айыбы жоқ болғанымен, Талғар ауданынан жер алғандар Қарашада қылық шығарыпты. Компания жердің нысаналы мақсатын өзгертіп бермеді деп. Ал жер телімін тиімді бағамен үлестіргендер Ақеділ ағайынды әлдекімдер арандатқанын айтады. 200-ге жуық адам осы Кемертоған елді мекенінен Жеранам компаниясы арқылы мұны жерлі болып отыр. Төлемін жасап біткен кісілер уже госакталады. Пайсыз, ай сайынғы төлем өте қалтаға тиімді. Жала жабылуда деп есептеймін мен ол кісіге. Қазіргі таңда ол халықтың өзін арандатқан адамдар бар деп ойлаймын. Алматыға ат артып жеткендерді жер алуға емеурін еткендерді жарылқаған азамат үйғамақта алаяқтық бабымен іс қозғалыпты. Қазір қол астындағы 15 қызметкер айлығын ала алмай сенделіп жүр. Алаяқтық дерегі бойынша Медеу аудандық полиция басқармасына қарасты полиция бөлімінде қылмыстық іс қараша айында тіркелді. Қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша 30-дан аса азаматтар ресми түрде жәбірленуші болып танылды. Қылмыстық іс жүргізу кодексімен көзделген барлық тергеу амалдары жүргізілуде. Ал заңгерлер қылмыстық істің қозғалуы ақылға томпақ дүние екенін айтты. Өйткені жер алған жандардың қолында заңды келісімшарт бар екен. Арызданған 30 адамның ақшасын бүгінде кәсіпкер қайтарып берген. Жеранам бағдарламасына Талғар ауданына ақша салған азаматтардың барлығымен келісімшарт бар. Ол келісімшарт заңды күші бар, келісімшарттың мерзімі бітпеген, азаматтар ақшасын төлеп отыр. Ол азамат қарым-қатынас деп аталады. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің талаптарына сәйкес, екі азаматтың арасында келісімшарт болса, қылмыстық іс тіркелмейді деп нақты жазылған. Алғашында ашуға булыққан ағайын кейін арызын қайтарып алған көрінеді, дегенмен 500 адамның тағдырын бір істікке түйреп қойған қылмыстық істің тоқтатылар түрі жоқ. Бұқараға болысқан бағдарламаның басшысы қамауға алынғанымен, қосшылары белгеткенше беріспек емес. Ал құзырлы орындар қаһарынан қайтпаса, жерімізді заңдастыра алмай қаламыз ба деп жүрексінеді жұрт. Жақсылық Жасұлаұлы, Сағындық Нарықов, Еуразия бірінші арнасы, Алматыдан. Өзге тақырыптарға тоқталсақ, былтыр елімізде 42 қаржы пирамидасы жойылып, 30 ойын залы, казино мен букмекерлік кеңсе әшкереленді. Бұл жайлы Ақордада президентке есеп берген қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы айтты. Жанат Элимановтың сөзінше, агенттік өткен жылы 1300-ден астам істі тергеп тексеріп, мемлекетке келген 236 миллиард теңге залалды өтелген. Одан бөлек қылмыстық жолмен табылған 152,3 миллиард теңге тәркіленіпті. Тұрғындарды арба балдайтын 15 мыңға тарта сайт пен 327 чат бұғатталған. Осылайша 2 миллион адам қаскөйлерден қорғалған. Агенттік мамандары 120 миллиард теңге көлеміндегі бюджет қаражаттың негізсіз шығынының алдын алыпты. Бұдан бөлек біздің мамандар Ресей, Беларусь елінің қаржы барлаушыларымен үш ауқымда наркошопты жауып 35 наркодилерді ұстаған. Сондай-ақ террористік және экстремистік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1,2 мың әрекет анықталып бұғатталған. Мерекеден қауырт жұмысқа жаңа жылдан кейін қалыпты кестесіне оралған министрлер бірден бастарымен шаруаға кірісіп кетті. Себебі президент 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған еді. Осыған байланысты мамандық иелеріне барынша көңіл бөлініп, жағдайлары жақсартылмақ. Бюджеттен бұйылға тиісті шараларды іске асыруға қыруар қаржыда бөлініп қойған. Ал үкімет басшысы жұмысшы мамандықтары жылында саладағы миллиондаған адамға шарапатын тигізетін бағдарламалар дайындауды тапсырды. Толығырақ сюжеттен көріңіз.
Биыл алғаш рет жиналған үкімет мүшелері шымылдықты осы тақырыппен тұрды. Президент тапсырмасымен қолға алынған жұмысшы мамандықтар жылына министрлердің сөзіне сенсек дайындық қызу жүріп жатыр. Жер-жерде түрлі шаралар өткізу жоспарда бар екен, тіпті олар үшін жаңа тұрғын үй ипотекалық бағдарламасы дайындалады дегенде ақпарат шықты. Әлеуметтік қолдаудың үздік корпоративтік тәжірибесін кеңінен таратып, жаңадан ынталандыру шараларын енгізу керек. Өнеркәсіп, энергетика, көлік, ауыл шаруашылығы, су ресурстары министрліктеріне, кәсіпорындармен, әкімдіктермен және отбасы банкімен бірге жұмысшы кадрлар үшін ипотекалық және жалға берілетін тұрғын үйдің жеңілдікті бағдарламаларын іске қосу мәселелерін пысықтауды тапсырамын. Ауыл шаруашылығы саласында еңбек ететін жұмысшыларда назардан тыс қалмайды. Салаға жауапты министр бірқатар мамандарды қолдау үшін шаралар қабылданып жатқанын айтып қалды. Фермерге тұрғын үй құнын жас мамандардың жалақысын және ұрпақтық келісім шарты бойынша субсидиялау сияқты мемлекетте жүзеге асыратын қолдау шаралары қолжетімді. Министрлік тарапынан аграрлық несие корпорациясы, Қазагроқаржы, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялары арқылы түрлі мемлекеттік қолдау шаралары көрсетіледі. Сондай осы сәтті пайдаланып, АЭС-ке қажетті мамандарды дайындауды бастайын деп отырмыз. Бұл туралы энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиев мәлімдеді. Оның сөзінше АЭС құрылысына 2030 жылға қарай 5000-ға жуық адам қажет болады. Ал 2032 жылы құрылыс шарықтау шегіне жетеді. Сол сәтте 10.000-ға жуық жан жұмысқа тартылады. Бұдан бөлек тағы 2000-нан астам адам станцияны пайдалану кезінде еңбек етеді. Атом электр станция құрылысын қолдау үшін отандық колледждер базасында АЭС арналған мамандықтарды дайындайтын болады. Бұл дозиметрист, АЭС жабдықтары жөндеу маманы, АЭС ақпарат технологиялар бойынша маманы және басқа. Ал министрлер ылдым-жылдым өз саласына қатысты биыл қандай өзгерістер болатынын тәптіштеп түсіндіріп өтті. Мәселен, жұмысшы мамандықтар жылында оқу-ағарту министрлігі биыл кәсіп таңдауда мектеп қабырғасынан үйретуді көздеп отыр екен. Демек, оң-солын әлі толық танымаған балалар сұраныстағы мамандық бойынша ілім алатын мектептерде кәсіби сыныптарда ашылады екен. Әр мамандықтың әр қайсының бағытына қарай жаңағы есептеліп беріліп отыр. Сондықтан әсіресе қаржының көптеу мөлшері техникалық мамандықтармен дәріс беретін колледждерде болады да, ал гуманитарлық, заңгерлік немесе мына педагогикалық тағы басқа көп шығынды материалды қажет етпейтін мамандықтарға қатысты дүниелерде мүмкін жаңағы төлем мөлшері сәл мына техникалыққа қарағанда төмендеу болуы мүмкін. Вице-премьер Тамара Дүйсенова бұл шараның басты мақсаты жұмыс күшінің сапасын арттыру екендігін айтып қалды. Демек, жұмысшы жылының шарапатын қаладағы кеңсе жұмысшыларынан бастап, шалғай ауылдардағы ассенизатор мамандары мен көлік жүргізушілеріне дейін көреді екен. Еңбек күшінің сапасын көтеру үшін жасап жатырмыз. Біз егер де біздің жұмысшы ретінде, қандай маман ретінде, жалпы маман ретінде сапамыз жоғары болатын болса, жақсы кәсіби маман болатын болсақ, бізге деген сұраныс жоғары болады. Мынандай жаңа жұмысқа, мынандай еңбек ақымен бара аламын деп. Сондықтан да ең біздің негізгі мәселеміз мемлекет тарапынан азаматтарға дұрыс мамандықты таңдау, екінші кәсіби маман болып шығу жағына көмектесу. Сондай-ақ жұмысшы жылының қарсаңында мамандық атласына кірген 75 су жаңа мамандық пайда болады. Оның ішінде сұранысқа ие түсті металлургия, тау-кен өндірісі, көлік құрастыру сынды салалар бар. Бұл басым бағыттарда айқындайтын карта республиканың түкпір-түкпіріне таратылады. Ал министрлер кабинетінің басшысы барлық салаға жауап беретін ведомство басшыларына құр отырмай мамандықтарды дайындау бойынша жоспар ұсынуды тапсырды. Ендігі бағыт авиация, су көліктері мен ауыл шаруашылығы саласына қарай ойыспақ. Қайыркен Отыншы, Жандос Манашев, Еуразия, бірінші арнасы. Семейде жаңа жылдық шыршаны безендіріп жүріп биіктен құлаған мұғалімнің жағдайы белгілі болды. 31 жастағы Қуат Айтқали ауруханадан шықты. Оған барлық тиісті көмек көрсетіліпті. Жағдайды бақылауда ұстап отырмын деген оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев бұл оқиғаға кінәлі жауапты тұлғалар жазаланған жеткізді. Сондай-ақ ол мұғалімдерді өзінің мамандығына сәйкеспейтін қандай да бір қосымша жұмыстарға тартуға болмайтынын айтты. Бұл заңның қаншалықты орындалып жатқанын анықтау үшін ведомство әр өңірде тексеріс жүргізуде екен. Біздің жергілікті жерлерде департаменттеріміз бар, сапаны қамтамасыз ету. Сол департаменттер қазір түгелдей осыған қатысты тексеру жұмыстарын мониторинг жүргізіп жатыр. Қаншалықты біздің мұғалімдерді жалпы жергілікті жерлерде, мына аудандарда әсіресе алыс ауылдарда аудан әкімшіліктерінің біздің мұғалімдерді жаңағы қажетсіз өзінің мамандығына сәйкессіз жұмыстарға тартуға қатысты заң бұзушылықтардың бар жоғын анықтау мәселесі қатысты.
Ал вице-премьер Тамара Дүйсенова мертікке мұғалімге жәрдемақы төлеу мәселесі қаралып жатқанын айтты. Қазіргі таңда ұстаздың бұл жұмысқа құжатпен немесе құжатсыз тартылған анықталуда екен. Бұл мәселені еңбек инспекциясы мен білім басқармасы зерделеп жатыр. Осыдан соң жауаптылар мұны өндірістік жарақат деп таный ма жоқ па белгілі болады. Айта кетейін, таяуда Семейде әкімдіктің жаңа жылдық шыршасын безендіру кезінде нөмір 49 мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі биіктен құлап ауыр жарақат алған еді. Осы оқиғадан кейін 3 білім ордасының директоры қатаң сөгіс алып, қалалық білім басқармасының басшысы жұмысынан қуылды. Халықты жұмыспен қамтитын мекеме басшылары пара алды деген күдікке ілікті. Былықтың бетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігі Астана қалалық прокуратурасымен бірлесіп ашты. Құйтұрқы әрекетке қылмыстық атқару жүйесі комитетінің еңбек республикалық мемлекеттік кәсіпорын басшылары барған. Олар кәсіпкерлерден жасасқан шарт үшін жүйелі түрде қомақты қаржы талап етіп қалтаға басып отырған көрінеді. Бас директордың орынбасары мен құрылыс басқармасының бастығы мемлекеттік сатып алу шарттарын жасасқаны, орындалған жұмыстар актілеріне қол қойғаны және олар бойынша ақы төлеген үшін кәсіпкерлерден жүйелі негізде пара алды деп күдіктенеді. Соттың санкциясымен күдіктілер қамауға алынды. Тергеу жалғасуда. Қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Трендтен теңге көремін деп түрмеден бірақ шықты. Астанада Дубай шоколадына қарқ қылам деп елдің ақшасын қалтасына басқан жігіт сотталып кетті. Сұраныстағы тәттіні тиімді бағада жеткізем деп уәде берген ол 10 адамды сан соқтырған. Сөйтіп жәбірленушілердің 300 мың теңгеден аса қаржысын қағып алыпты. Бірақ көп ұзамай қолға түскен Астана қаласының ауданаралық соты әккіні 3 жылға бас бостандығынан шектеді. Ақтөбеде тексеріс басталды. Құрамында бірнеше маман бар мониторингтік топ нысандарды жіті бақылауға кіріскен. Жауаптылар 10 күн ішінде тындырған жұмыстың алғашқы нәтижесін баяндады. Бұл не қылған тексеру нәтижесі қандай? Тілшіміз тарқатсын. Бала біткенге қысқы сауықтың бәрі қызық. Сырғанақ басына келіп, коньки тауға шығып шана тебудің нағыз қызған шағы. Алайда ата-аналар жағы қауіпсіздікті естен шығармағаны жөн дейді мамандар. Қазір Ақтөбенің демалыс орындары арнайы мониторинг топтың жіті бақылауында. Полицейлер мен қалалық әкімдіктің өкілдері әр нысанды аралап жүр. Ондағы мақсат кәсіпкерлердің жалға беріп отырған техникасы жабдығының дұрыс пайдаланғанын тексеріп, барлық тәртіпті сақтап, келушілердің құлағына қауіпсіздік ережесін қайта-қайта құю керектігін ескерту. Ойын-сауық орталықтары тексерілуде, яғни бұл негізгі мақсатымыз көп айтса жасөспірім кәмелетке толмаған балаларымыз заңды өкілетсіз келіп, көлік құралдарын айдап жатады ойын алаңдарына, және де қауіпсіздік ережелерін сақтау мақсатында бірлесіп түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Сырт көзге сырғанақта мұз айдында қауіпсіз көрінуі мүмкін. Міне шанаң отырда зырғанай бер, алайда оның да өз ережесі бар. Сырғанақтарда мысалға несіне стандартқа сәйкес, СТРК 3059 сәйкес сырғанайтын басында, яғни екі не болу керек, жаңа инструкторды айтамыз ғой, көрсетуші. Сосын төменде күтіп алатын жерде тағы бір инструктор тұрады, бір-бірімен рациясы болу керек. Ол ар жақтан жіберген адам бала кейін қарай толық жерге түскеннен кейін екіншісіне не береді, хабар береді, сосын екінші адам жібереді. Сосын тюбингтерге тек қана бір адамнан мінгізу керек, екі адам болмайды. Экстрим жылдамдықты жаны қалайтындар сөзсіз қарда жүретін көлікпен квадроциклдерді жағалайды. Бірақ жалға берушілер рөлді кез келгенге ұстата салмайды. 18 жасқа толғандар ғана жүргізе алады. Ал кәмелетке толмағандар жасы кішілер тек ересек адаммен мінгеседі. Бізде в основном келеді жалынып айтады, осылай балаға бере қойшы деп біздер бере алмаймыз негізі. Кішкентай балдар уже сопровождение либо инструкторның қасында отырады, либо ата-аналармен отыра алады. Бұл квадроциклдер негізі сағатына 65 км жылдамдықпен жүреді, алайда демалушылардың қауіпсіздігі үшін арнайы көлікке құрылғы қойылған, яғни сол құрылғының көмегімен қанша жылдамдықта асырғысы келгенмен көлікті тізгіндеген адам 20 шақырымнан асыра алмайды. Ақтөбеде биыл қысқы демалысты ұйымдастыратын 14 орын тіркелген мониторингтік топ олардың жұмысын маусым аяқталғанша қадағалаймыз деп отыр. Ақбай Сұлтанмұрат, Марат Ақажанов, Еуразия бірінші арнасы, Ақтөбеден. Әріптестерім дайындаған ақпараттар легі осылай болды. Эфирде әрі қарай көреміз шоуы жалғастыра. Амандықта жүздескенше.